Отан отбасынан басталады. Отбасы қоғамның ең кіші бөлшегі. Кез келген мемлекет немесе ұлт отбасылардан құралады. Егер сол отбасы деген кіші бөлшектер сапалы болса, онда қоғам да мықты болмақ. Ал егер отбасыда шаңырақ шайқала бастаса, қоғам да іріп-шіри бастады дегенге саяды. Сондықтан қоғамды түзету үшін отбасы институтына ерекше көңіл бөлуіміз қажет. Еліміз ажырасу статистикасы бойынша әлемде алғашқы 10-қа кіреді. Жыл сайын 100 мыңнан астам жұп отбасын құрса, оның жартысына жақыны ажырасып кетеді екен. Сонымен қатар, жыл сайын 40 мыңнан астам бала жартылай отбасыда тәрбиеленушілер қатарына қосылады. Немесе халық арасында қолданылатын атауымен атасақ тірі жетім атанады. Осы көрсеткіштердің өзі-ақ отбасы институтына ерекше көңіл бөлінуі керек екендігін байқатады. Әрине, көңіл бөлу мемлекет тарапынан бастау алуы керек. Дегенмен, тек қана мемлекеттен күтіп отыра бермей, әрбір азамат өзі атсалысуы қажет. Мен өзімнің жастарға арнап өткізетін семинарымда патриотсыңдар ма деп жиі сұраймын. Әрине, бәрінің жауабы иә. Өйткені бәрі патриот болу керек екендігін жақсы біледі. Патриоттардың белгісі ретінде не істеу керек екендігін толық білмесе де, патриот болудың жақсы екенін біледі. Расында, патриоттық белгісі ретінде не істеуіміз керек? Қалай ойлайсыздар? Семинарымда осы сұрақты қойып, сәл ойлануға уақыт бергеннен соң сұрағымның жауабын өзімде беруге тырысамын. Менің ойымша, патриоттығымыздың белгісі ретінде бақытты отбасы құруға, немесе бақытты отбасы болуға тырысуымыз керек. Өйткені бақытты отбасы шаңырағынан бақытты ұрпақ тәрбиеленіп шығады. Бақытты ұрпақтан құралған ұлт та, қоғам да бақытты болмақ. Айтуға оңай, гәп осында. Бақытты отбасы қалай боламыз? Ол үшін отбасы мүшелері бірге ұмтылуы керек деп ойлаймын. Бірге ұмтылып, бақытты отбасы болудың қыры мен сырын бірге зерттеп, үйренгендерін отбасыларының басты қағидаларына айналдыра алса, олардан бақытты жандар болмайтын секілді. Ең бастысы, менде бәрі жақсы, мен бәрін білемін секілді алдамшы түсініктерден арылуға тырысайық. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.